Әр 90 сайын ғана емес, әр ай сайын тиісті ресми орган зейнетақының орташа көлемінің мөлшерін айқындап отырады. Жыл басынан бергі уақытта, яғни 1-90-да зейнетақының орташа көлемі қанша болды? Көбейді ме, азайды ма? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жыл басынан бері республикалық бюджеттен 1,44,3 миллиард теңгеге зейнетақы төленгенін мәлімдеді. Оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге 337,6 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге 706,7 миллиард теңге жұмсалған. Биылғы жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 143 мың теңгеден асты. 2025 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 143.622 теңгеге тең болды. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 95.963 теңге, базалық зейнетақы 47.659 теңге болды. 2025 жылғы 1 қаңтарда ұлттық банк айқындайтын инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес, базалық зейнетақының төлемінің мөлшері 6,5%, ынтымақты зейнетақы 8,5%-ға, яғни инфляция деңгейінен 2%-ға асыра отырып көбейтілді. Мемлекет басшысының тапсырмасымен 2023 жылдан бастап 5 жыл ішінде ең төмен базалық зейнетақыны ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін, ең жоғарғысын 120%-ға дейін жыл сайын кезең-кезеңмен арттыру жүзеге асырылады. 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төмен мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 65%-нан 70%-ға дейін ұлғайтылды. Бұл 32.360 теңге болды. Оның ең жоғарғы мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен 105-тен 110%-ға дейін ұлғайып, 50.851 теңге тең болды деп мәлімдеді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. 1 сәуірдегі жағдай бойынша зейнеткерлер саны елімізде 2,465,000 адамды құрады. Ведомство 2018 жылға 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескеріліп, әр алушыға жеке тағайындалатынын еске салады. Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйеде жұмыс істеген уақыты, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылатын болады. 1975 жылдан кейін туған қазақстандықтар үшін зейнетақы төлемі қалай өзгереді? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 1 сәуірдегі жағдай бойынша жұмыс берушілер 4,9 миллион жұмысшы үшін 329,1 миллиард теңге көлемінде міндетті зейнетақы жарналарын аударған. Ведомство 1975 жылдан кейін туған қазақстандықтар үшін зейнетақы қалай өзгеретінін айтып берді. Министрлік 14 сәуірде былтырғы 1 қаңтардан бастап елде жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары енгізілгенін еске салды. Бұл жарналар жұмыс берушілердің өз қаражаты есебінен қызметкерлерінің пайдасына төленеді. Яғни бұл жұмыс істеушілер үшін, жұмыскерлер үшін пайдалы болмақ. Мысалы, 2024 жылы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары мөлшерлемесі 1,5% болса, 2025 жылы ол көбейтіліп 2,5%-ға дейін ұлғайтылды. Алдағы уақытта бұл мөлшерлеме 2028 жылға дейін 5%-ға дейін арттырылатын болады. Айта кетейік, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары аударуы
Қызметкерлерді зейнет жасында өмір бойы төленетін қосымша жинақтаушы зейнетақымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл шара қазақстандық жастарды қолдауға бағытталған. Өйткені олардың зейнетақысының мөлшері тікелей өздерінің зейнетақы жарналарына байланысты болады. Яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қанша көлемде көбірек ақша аударып отырса, ертеңгі күні соның жемісін жейтін болады. Олардың зейнетақысы 3 компоненттен тұрады, яғни мемлекеттік базалық зейнетақы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өздерінің аударымдары есебінен жинақтаушы зейнетақы және жұмыс берушілердің жарналары есебінен шартты жинақтаушы зейнетақы болып табылады деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеу тек 1975 жылғы 1 қаңтардан кейін туған адамдар үшін ғана жүзеге асырылатын болады. Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге арналған шығындары салық кодексіне сәйкес салық салынатын табыстан шегерім ретінде қарастырылады. Соған сәйкес тиісінше жұмыс берушіге түсетін жүктеме қолайлы деңгейде қалатын болады. Яғни бұл жұмыс берушілерге тиімді тетік болып қала бермек. Зейнетке шыққан қазақстандықтар жұмыс іздеуші ретінде тіркеле алмайды. Министрлік жұмыс күшіне жұмыспен қамтылған және жұмыссыз адамдар жататынын атап өтті. Ал зейнеткерлер жұмыс күшіне кірмейді, бірақ өз бетінше жұмысқа орналасуға құқылы. Сондай-ақ Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі алдағы уақытта зейнетақы жүйесіне қатысты басқа да жаңалықтар болып қалуы мүмкін екенін айтып отыр. Алдағы уақытта болашақ зейнеткерлер, яғни бүгінгі күннен бастап тер төгіп еңбектеніп, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына көбірек қаражат аударулары қажет. Өйткені қартайған шағында зейнетінен бейнетін көретін шағында зейнетақыны көбірек алу үшін бүгінгі күні көптеп еңбектенуге тура келеді. Сол үшін де бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына көбірек қаржы аудару қажет. Сонымен орташа зейнетақы 143 мың теңгеден асып отыр.